Жаным айыл, менің жаным айыл, жақындарды баймалайын жаным айыл, менің жаным айыл, менің жаным айыл. Ана қыз менікі. Бәрі басталып жүр, кешегі күлген адамдардың бәрі көтке келеді шынымен бәрі басталып жүр, кешегі күлген адамдардың бәрі көтке келетінін білген қой Хутпами кто ты такой, забежишь самар твой Он тайм твой, он вайснай бой Пиздишь Юля, солай дейсің ғой. Жалпы бар ғой, егер де сен үй тапсырмасы болсаң, мен сені күнде жасайтын едім. Бірақ, мен кеттім аяқ. Анасы көніп тұр. Юля, кеттік, мен саған қоянды көрсем. Мераба. Давай, Тұмар, мен сендерді сториске түсіріп атырмын, осы кезде сап қоям ертең инстаграмға. Тұмар, әшейін, бой Тұмарсың сен, көрсетші қазақ жігіттері қалай болатын. Давай, молодец, риза болатын. Аяғың талмасын. Класстас, шекте кесей. Әділет. Ағай. Бүгін көп жұмыс істедім. Мен сені мақтанамын. Сөз ағайсы жерге қалдырмаймын ма? Все, дұшқа бар, мен сені сыртта күтемін. Болды ағай, барам қазір. Мынау не істеп жатыр екен, 10 минут болды ғой уже. Әділет. Не істеп жатырсың, мен сені ұзақ күтемін ба? Ағай, кіріп кеттің ғой. Неге кіріп кеттің? Free Fire деген ойын ғой, мияқта Battle Royale жанрындағы тегін мобильный шутер. Мияқта басты ойындағы мақсат кез келген персонажды өзін дамыта аласың. Және де кез келген ойында елу күрек парашютпен секіріп, островқа түсіп, өзінің оружиесін таңдай алады ағай. Әділет, мен сені вообще түсініп тұрған жоқпын. Ой, ағай, короче, бұл ойында неоновый рассвет деген обновление шыққан. Осыны Ирина Карятындағы Даша деген персонажды бесплатно береді. Не ағай, клипті қараңызшы. Сосын ағай, бұл ойында хоккейдің клюшкі мен күшті мықты кроссовкілерді скин түрінде береді. Осыны бәрін алу үшін 9-10 апрельде бұл ойынды жазып алу керек, срочно. Қатырасың, бес шәкіл мен көрейін. Еще білесің ғой, маған ешкім соперник емес. Еще бәрі мені король дейді. Онда ағай, королевский битва дейсің ғой. Юля. Юля, не храпи, пожалуйста. Юля. Юлечка. Ойбай, не болды? Не қылсың мен қасында? Сенмен жүрген жоқпын ба? Юля қайда? Бағана азында такси шақырып берші деп кетіп қалған үйіне. Бала, сен уақыт кемсің, не істеп отырсың мен қасында? Ойбай, түнде не болды? Мен қуып кеттің ғой сен, еба. Қатты болып кеттің ба? Сен не қылдың, кеше қызбен кіріп бара тұра қойдыр. Юлиямен кіріп, меремен оянған сен. Бас деген сынып тұр. Алло? Ау, мама. Қандай
Қоймай ішкен жоқпын мамажынды ма? Шын айтам. Не видео? Қазір күте тұр. О, шеше. Әділет. Нам хана, братан. Кешегі деп дырылдап жүрген видеомды близкийға салам деп общийға салып жіберіппін ғой. Инстаграмға ма? Мама көріп қойыпты, мама енді ұрсып жатыр маған. Папа риза болып тұр, бірақ мамаш ұрсып жатыр. Бля, тупить едім кейде, жаман, Джеги! Не болды? Срочно кетіп өтмейтін. Не, хозяйка келіп жатыр ма не? Қайда хозяйка 5 минутта Себастьян болмасақ, нам хана, жүр кетіп көмектесін. Ой, бля, сен екеуің не істедіңдер, таң атпай? Бля, білген едім осылай болатын, бардың ушықтың олатын. Классас, не болды, тыныштық бар? Тыныштық емес, блядь. Көмектеші, бауырым, блядь, жүр, көп сұрақ қойымен көмектеші, блядь, срочно кету керек, Жүр, далада машина мінші болады деседі. Классас, кіммен қашып жүріп біз? Соны айтам, екі адамы туристік кеттіге. Тырыш отындар сен үлгерен кемесе өтінеш. Жай. Брат, тұршы, бір емес екі бетіне сеу үшін ит құсап қашып, Айтасы тартып қолыңды. Ешіктер, не болды сендерге? Не болды, не қатайып тұрсың, Баршы, барыңдар, төгілесіңдер. Натуре заебалсыңдар, шаршаттыңдар ма? Бергеші, қазына. Сен де қуады екенсің ғой, натуре. Төгілесетін уақыт тапқан екенсің сен де. Жүр енді, кешірім сұраймыз. Сұрамаймын. Класстас! Мери, сұрамай-ақ қойшы, Мери, бергеш. Класстас. Не болып жүр саған? Мерей, айтшы өзің білесің ғой, қанша жетім дүниеде өссем де, тағдырдың тауқыметін көрсем де, достыққа адал едім ғой бауырым. Білем ғой, енді сен де айтпайсың ғой өзің, азында тұрыңдар, кеттік. Біз де білгіміз келеді ғой. Айтсай нормально, не болды саған? Адал бір досым бар еді. Кәдімгідей жақсы көретін, бауырым еді. 5 жыл бұрын екеуміз кәсіп бастағымыз келген. Кәсібіміз көріп, дамып, қыруар ақша жинай бастадық. Білесің бе, ең жаман нәрсесі не? Ақша ортаға түскен сайын достығымыз алшақтай бастады. Достығымыз кәдімгідей арандатылу бастады, жігіттер. Сол күндердің бір күнде ол мені сатып кетті. Сатпақ түгіл. Ладно, сатып кетсін, лақтырып кетсінші, бірақ бұл жерде маған қас жауым болып шықты ғой. Ал, Әділет, сенші бауырым, менімен төбелесің кеп тұр. Біле берсем, мен сен қамыңды ойлап жүрмін. Түсінесің, сен де жоқ оны. Бекзат. Ренжеуші бауырмен. Нормально бар ғой. Қайда білейін, прикол ұстап жүрген шығар деп ойладым. Бәріне кінәлі ақша бар ғой, не екен білмеймін. Дұрыс айтасыңдар жігіттер. Ақша барлығын құртады. Білесің ғой, мектеп кезде мен Гүлжанат деген қыз қалай жақсы көрген, дұрыс па? Маған қарамады ғой, ақшаң жоқ деп қарамады маған. Зато менде жүрек болды. 2 почка болды. Сатып ұялатын еді. Қазір не, айтшы. Қазір не? Мен класстасым қасында отырмын. Не ішем, не жемеймін деймін жігіттер. Қыздар барлығын құртады негізі бұл өмірде ше.
Бекзат, мені жандар жақсы көремін ғой сендерді. Бекзат, бауым, саған бірдеңе айтайын. Сенің класстасың тупой. Тупой, еще тупее. Осының бәрі осының кестеден бар ғой. Мен ағайдан таяқ жедім, айттым, бүйттім. Мына малдың кестірі ғой бәрі. Ойбай, не? Күнде бір мешітке барып жүрген адам ұстап сөйлейсің ғой сен? Ондай әңгіме айтпашы, құмаш. Жек ағым. Ондай әңгіме айтты, мен ішкен жоқпын ғой мен. Мен жұма барып тұрмын. Білем ғой мен сенің жұмаңды. Азанда жұмада жүресің, кешке жақын клубта деп жүресің ғой. Құшын, клубта охранниктің ғой. Бекзат, бауырым. Базар жоқ, сенде ақша бар шығар. Атақ бар. Не алғың келеді, бәрін аласың. Но, ребята, есть одно но. Бекзат, бауырым. За деньги счастье не купишь. Сатып алмайсың бақытты. Базар жоқ, ақшаң бар шығар. Қайда? Достар қайда? Нема, брат? Брат, қыздар шақырып маған. Кеше ғана шақырдық қой, орысым бауырым. Кеше ғана шақырған жоқ бізден. Құмаш мынау жалып қойма не? Шақырып сондашы. Айтшы классасыңа. Болды. Просто бірінші рет ішіп тұр да ше. Ол қазір қоймайды, мен білем ғой, одан да шақырып берші. Алло, merhabalar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Hadi gelin lütfen. Lokasyonu biliyorsunuz, dünkü adrese gelin lütfen. Burada çok ciddi bir görüşmemiz olacak tekrar dünkü gibi. Tamam bebeğim, tamam. Okey. Келдің ме? Қазір келеді. Міне, тұр. Тұр, қыздар күтіп аламыз. Пиң ұста. Тұр, қыздар күтіп аламыз. Брат, адусы, жүр на. Нормально ма? Жүр дейін біле, сен де қызсың на. Merhaba. Çok güzelim. Biri бұлш, бізге Жанзақ бауырым не айтты? Қыздарды деді, күтіп алыңдар деді. Бір түрлі қазақша міне. Здесь психострах. Дәл өшірген тайып тұрайын. Бізде чисто гет. Ал құрметті Пантерес спортсменінің тұрақты көрермендері, мінекей Турциядағы біздің керемет съемка аяқталды. Жігіттер, сіздерге бұл жобаның ұнағанына сендіміз. Және де бұның жалғасын қаласаңыздар, закрепленный комментарий тұрған ссылкаға өтейік. Өйткені ол жерде мен ақша таратып жатырмын. Және де ол жердегі жыбы бетон ставкалар сіздер смело аласыздар және всегда ставкадан проход алып ұтыста боласыздар жігіттер. Оған мен өзім кепілдік беремін достар. Удачи, пацаны. Егер де ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып, жақсы подписка жасасаңыздар болады.